Құрметті қонақтар, барлығыңызға да той құтты болсын, ағамыздың дені сау болсын. Мен осы күні айтамын, әкем 41 жасында кетіп қалды, бірақ маған бір рет қой сойдырмай кетіп еді ол кезде. Осы күні бізге қонақ болатын болса, келетін болса жарасаң амандастырайын, менің қашаным деп. Бүгін ертең демаламын десе, онда ертең бискет алған кеш, мал базарға соғып, малардан кеш, кешке демей жүрсе ашқан сойып тасташы деймін. Әкемнің орнын басып жүр ол кісі. Рахмет. Мен әлі қой союды білмеймін осы күнге дейін. Енді ары қарай өрен деген баласы бар, сол кісі үйреніп жатыр осы кісі. Ал тек әрқашан осы үйде той болсын, Жұлдыз бен Әсем, Көркем мен Айсал, күйеу балдар бар. Солардың қызығына тоймай, осы бір күні Алматы көшіп бара жатады, бір күні енді жаздағы отпусінде уже Турцияға ұшатындай болған шығар, енді соған жасы келген шығар енді. Ал денсаулық болсын, аман болайық, сау болайық. Осылай тек ағамыздың қуанышына, тойына келіп, той тойлап жүре берейік. Денің сау болып, тек алдымызда аға болып жол көрсетіп жүре бер. Үлкен кісілер аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Осы балдарыңыздың, немере шөберелеріңіздің қызығын көріп, тойдан тойға шауып, аман сау жүре беріңіздер. Барлығыңызға той құтты болсын. Құрметті қонақтар, бүгін біздің ағамыздың туған күніне жиналып жатқан қош келдіңіздер. Алғыс айту күні ертең осындай жекжат болып, бауыр болып, тума болып, осылай барлығымыз басымыз қосылып жатыр. Үлкен рахмет айтамыз, алғыс айтамыз сіздерге. Бар болғандарыңызға осылай. Аға, туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Осы Алланың берген жасын жасап, арамызда жүре беріңіз. Ақылшымыз, көмекшіміз. Осы Әсем мен Жұлдыздың қызығын көріңіз. Осы немере сүйіңіз, немере шөбере сүйіңіз. Осылай тек жүзіңізден күлкі кетпесін. Жеңгеміздің көрмей кеткен қызығын сіз көріп жатсыз. Ол кісі болғанда мүмкін бұл жерде басқаша болар ма еді. Енді ол тағдырдың азуы ғой, солай болған. Деніңіз сау болсын, енді қалған қызықты сіз көріп, осы арамызда шалқып жүре беріңіз. Тағы да рахмет айтамын сіздерге, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін. Денсаулық тілеймін барлығыңызға.